Сәлем достар, бүгін біз өте қызықты нәрсе жасаймыз, яғни компьютер құрастыруды. Бірақ біз дәстүрлі жолмен емес, қазіргі заманның ең ақылды көмекшісі, яғни ChatGPT арқылы құрастырамыз. Бұл жоба өте қызықты болмақ, өйткені біз бәрін жасанды интеллектпен бірге жоспарлап таңдауға тырысамыз. Сол себепті сен де компьютер құрастыруды армандап жүрсең, бірақ қалай бастарыңды білмей жүрсең, бұл видео сен үшін. Это переход, короче. Алдымен компьютер құрастырудың негіздері туралы қысқаша айтқым келеді. Компьютердің негізгі компоненттері процессор, аналық плата, жедел жад, қатты диск, бейне мазмұн картасы, қуат көзі және корпусы. Әрқайсысының өз рөлі бар және дұрыс таңдаған кезде компьютер ең жоғары өнімділікке жетеді. Енді ChatGPT-ге барып компьютер компоненттерін таңдайық. Мен оған сұрақ қойып, компоненттердің әрқайсысын таңдаймын. Бүгін біз орташа деңгейдегі компьютер құрастырамыз. Сондықтан ойын ойнау немесе бейне мазмұн өңдеу үшін жақсы өнімділікке ие болуын қалаймын. ChatGPT-ге барып, мен орташа деңгейдегі компьютер құрастыруым керек. Бюджетім $500-600 деп едім. Маған процессор, аналық плата, жедел жад және бейне мазмұн картасын таңдауыңды өтінемін дедім. Міне, ChatGPT процессор ретінде AMD Ryzen 5 3600 таңдады. Бұл жақсы таңдау, өйткені ол көп ядролы және ойындармен жұмыс істеу үшін өнімділік ұсынады. Әрі қарай аналық платаны таңдайық. Сонымен аналық плата Asus TUF B450 Plus Gaming. Бұл плата Ryzen процессорымен жақсы үйлеседі, әрі ұзақ уақытта қызмет ететін өте берік. Жедел жад ретінде 16 ГБ Kingston HyperX Fury DDR4 таңдалады. Жақсы жедел жад компьютердің жылдам жұмыс істеуіне маңызды рөл атқарады. GPU ретінде ChatGPT Nvidia GTX 1660 Super'ді ұсынады. Бұл басқа ойындар үшін тамаша және басқа графикалық жұмыстарды да жеңіл орындайды. Енді компоненттерімізді бір-бірімен байланыстыра отырып, компьютерімізді жинай бастайық. Процессорды орнатудан бастап, аналық платаны орналастыру, жедел жадты бекіту және графикалық картаны қосу бәрін көрсетемін. Ең маңыздысы бәрін мұқият және дұрыс орнату. Міне, компьютеріміз дайын. Қазір оны қосып жұмыс істеп тұрғанын тексереміз. BIOS-қа кіріп, жүйенің дұрыс орнатылған және барлық компоненттердің дұрыс жұмыс істеп тұрғанын тексеріп шығамыз. Міне, біздің ChatGPT арқылы құрастырған компьютеріміз дайын. Барлығы жұмыс істеп тұр және бұл процесс мен үшін өте қызықты болды. Егер сен де компьютер құрастыруды жоспарлап жүрсең, ChatGPT саған көмектесе алады. Егер бұл видео ұнаса, лайк басып, арнама жазылып, келесі видеоға дейін сау бол.